Интересно было послушать мнение коллег, обсудить с ними такие проекты, как Action Research, Lesson Study. Это современно, продуктивно и должно быть внедрено в современную систему образования, по моему мнению. Біздер мұғалім болу үшін жаралдық па, әлде мұғалім болып жаралдық па? Мұғалім деген кім өзі? Егер біз кәсіби ерекшелік тұрғысынан келсек, барлық сұрақтар орынды. Әр мұғалім одан қоғам не күтетінін және өзі қандай талап қоятынын анықтау қажет. Бірақ бұдан бұрын соңында қандай нәтижеге жететінін және не ұсына алатынын нақтылап алуға кеңес берер едім. Конференция өте қызықты өтеді және мен осы шараның бір бөлігі болғаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі келгендегі байқағаным бірінші постерлар сессиясы болды. Ол жерде өзімнің зерттеу тақырыбымды, менің зерттеу тақырыбыммен ұқсас тақырыптарды көрдім. Сол жердегі зерттеушілермен пікір алмастым, жаңа ресурстар алдым өзімнің зерттеу тақырыбыма сәйкес. Одан кейінгі пленарлық отырыста педагогикалық шеберлік орталықтарының зерттеулері маған өте қатты ұнады. Мына жаңашылдық, жаһандану заманында педагогтардың шынайы болуын, олардың бойындағы құндылықтарды, нағыз педагог ретіндегі құндылықтарды сақтап қалу, сол туралы ұсынылған зерттеулері маған өте қатты ұнады. Жалпы конференция бірінші рет қатысуым, үйренетін нәрселер өте көп екен, және ұйымдастырылу жағынан жоғары деңгейде болуы маған қатты ұнады.